Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте күшті бір балықты маринадтаудың рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепттен кейін сіз қуырылған балықты емес, печкаге, духовкаге піскен балықты жақсы көретін боласыздар. Ең алдымен біз балықты тұздап, бұрыштап аламыз. Ол үшін бізге қара бұрыш, кориандр және де тұз керек болады. Балығымыз міндетті түрде тап-таза болып жуылған, тазартылған болуы керек. Менде кез келген балыққа пайдалануға болады бұл маринадты. Менде сазан балығы. Ең бірінші осылай кесіп алдым екі жағында. Чтобы маринад жақсылап сіңу үшін. Маринадтап қоюға да көп уақыт кетпейді. Ары кетсе бір жарты сағат қойып қоюыңызға болады маринадты. Маринадтап морозилке салып қойсаңыз да болады. Кез келген уақытта духовкаге салып 15-20 минутта пісе қояды. Сазан осылай, үлкен сазан менде 20 минутта пісті. 15-20 минутта 180 градуста. Міне осылай кесіп алдық. Енді тұздап бастаймыз. Қатты ащы қылып тұздаудың қажеті жоқ. Себебі маринадтың өзінде жаңағы лимон суы қосқасын, кішкене бір ашқылтымдау дәмі болады. Соевый соус қосқасын. Осылай тұзды жұқалап бүкіл жеріне жағып аламыз. Одан кейін кориандр себеміз. Кориандр кез келген магазинде табылады деп ойлаймын. Приправа сататын жерлерде немесе супермаркетте сөрелерінде толып тұр. Одан кейін қара бұрышты себеміз. Екі жағына, барлық жағына жағып, осылай араларына дейін кіргізіп перецті. Міне осылай тұздап, бұрыштап алдық. Енді оны маринадымызды дайындағанша 15-20 минутқа пищевой пленкаге орап қоямыз. Меніңше балықты печкаге пісірген оңай сияқты. Чем қуырғаннан, сағаттап газдың қасында тұрғаннан маринадтап, осы менің рецептіме маринадтап печкаге салып жүрсеңіздер, 15-20 минутта пісіп шығады. Міне осылай егер пищевой пленка үйде болмаса, онда обычный одноразовый пакетке салып орап қоюыңызға болады. Осылай жақсылап орап аламыз да. Жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді маринадқа кірсек. Шағындау ыдысымызды алып, 5 қасық соевый соус құямыз. Айтпақшы ескерте кетейін, бұл 2 балыққа арналған маринад. Менде 2 сазан болғандықтан сразу 2 порцияға істеп жатыр. 5 қасық соевый соус қостық. Одан кейін 1 чайный ложка қант қосамыз. Одан кейін 1 столовой ложка лимонның суын сығып құямыз. Жақсылап араластырамыз, барынша шекер ерігенше. Одан кейін 1 столовой ложка сұйық май құямыз. Міне осылай жақсылап араластырып, біркелкі болғанша, соевый соус пен сұйық май араласып кеткенше жақсылап араластырамыз. Ал міне балығымызда тұзданып тұрған шығар. Пергаментный бумагаге немесе фольгаға. Фольга ыңғайлы деп ойлаймын балыққа. Противенге төсеп фольгамызды. Осылай балығымызды бұны жауып қойып пісірсеңіздер де болады. Теріс аударып пісірсеңіздер де болады. Мен ішімен қаратып пісірдім, ішін ортасын ашып. Маған солай ыңғайлы болды. Міне осылай маринадымызды жақсылап құйып шығамыз. Жан жағына дейін жеткізіп, теріс жағына жарты қасық кішкене құюға болады. Бірақ құймасаңыздар да болады. Себебі үстіндегі маринадтың өзі жетіп қалады. Еще балықтың
өзінің суы бөлінеді қазір пісіп жатқанда. Және де өте жұмсақ, сочный болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Міне осылай барлық жеріне жеткізіп маринадымызды жағып болғаннан кейін фольгамен бетін жабамыз. Бұл балықтың деген дәмі енді өте күшті болады. Қонақтарыңызға да істеп беруіңізге болады. Дастарханыңыздың көркін ашып, әп-әдемі болып тұрады. Мен осы рецептен кейін қуырылған балықты мүлдем жасамайтын болдым. Себебі үйдегілер қуырылған балыққа қарағанда осы балық, осылай печкаге піскен балықты қатты ұнатып қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай суы шығып, сочный болып пісті. Дастарханыңызға тартпас бұрын көкөністермен немесе укроп петрушкалармен әрлеуіңізге болады. Егер рецептім сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.